Саламатсыз ба? Қазіргі білім беру жүйесін қалай дамытуға болады? Саламатсыз ба. Қазіргі білім жүйесін дамыту үшін бізде арнайы кешенді және мұғалімдерді даярлау керек. Ол біз біріншіден инфрақұрылымнан басталады. Яғни мектептерді, ғимараттарды жақсартып, мұғалімдердің білімдерін даярлап, бізде осы Қазақстанда білім беру жүйесін дамытуға болады деп айта аламын. Сәлеметсіз, білім беру жүйесінің сапасын қалай жақсартуға болады? Саламатсыз. Білім беру жүйесінің сапасын ең алдымен мектеп оқушыларынан бастауымыз қажет. Мектептегі білім алу қазіргі таңда дұрыс қалыптаспаса, жоғары оқу орнына барғанда қиыншылық тудырады. Сондықтан ең алдымен мектеп деңгейіндегі білім сапасын дұрыстауымыз қажет. Хорошо, рахмет. Саламатсыз ба? Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты қандай деп ойлайсыз? Саламатсыз. Менің ойымша, қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты саналы ұрпақты тәрбиелеп, еліміздің дамуына үлес қосатын мамандарды тағайындап шығу. Сәлеметсіз бе, апай, сізге сұрақ қойсам бола ма? Болады. Сіз білім берудің қандай әдістерін тиімді деп санайсыз? Қазіргі кезде білім берудің көптеген тиімді әдістері қолданылуда. Негізінен алғанда қашықтан білім беру, дәстүрлі оқыту деген сияқты. Соның ішінде осы дәстүрлі білім беру дұрыс. Студенттер сабаққа келіп, дәрісті тыңдап, пікірталастар ұйымдастырып, жағдаяттық мәселелерді талдап, солай сабақтың өтілгені дұрыс. Қашықтан оқытуда негізгі тест әдісі қолданылады, бірақ ол тест әдісін біздің заңгерлік мамандыққа қолдану тиімділік бермейді. Бізде сотта сөйлеп өздері үйрену керек студенттер. Сондықтан жағдаяттық жағдайларды және сот жағдайларын шешу, соттық ұйымдар ұйымдастыру деген сияқты соларды бізде қолдану қажет көбінесе. Сәлеметсіз бе, сіздің ойыңызша онлайн білім беру тиімді ме? Сәлеметсіз бе? Онлайн беру қазіргі таңда актуалды болып жатыр. Яғни онлайн арқылы біз өзіміздің кей бара алмайтын жерлерде тұрсақ та онлайн білім ала аламыз. Мен ойлаймын, қазіргі таңда осы онлайн курстар жақсы деңгейде. Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба, сіздің ойыңызша қай оқыту жүйесі тиімдірек, офлайн ба немесе онлайн ба? Мен ойымша қазіргі уақытта офлайн оқыту жүйесі мықты деп ойлаймын, яғни дұрыс деп ойлаймын. Себебі сенде мұғалімдермен қарым-қатынасың болады және де ойың бөлмей таза өзің мақсатыңа негізделіп оқисың. Онлайн оқытуда ондай болмайды, себебі сен телефон арқылы оқығаннан кейін қиындықтар болады, ойын ойнап дегендей. Сол. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Мен аты-жөнім Қалықов Иманғали болады. Сізге қоятын сұрағым осы мектептегі психологиялық қолдау қажет пе? Қазіргі таңда мектептегі психология өте қажет мамандардың бірі. Яғни оны ала келетін болсақ, қазіргі таңда оқушыларға, мұғалімдерге, яғни ата-аналардың түрлі оқушыларға төнетін қауіп-қатердің алдын алу мақсатында қазіргі таңда өте керек мамандық болып табылады. Яғни біздегі психологиялық мамандық болып табылатын ол біздегі оқушылардың суицидке баруы, жеке бөлінуі, өзара бөлінуі деген сияқты қауіптерді алдын алу мақсатында қазіргі таңда оқушыларға түрлі психологиялық іс-шаралар өткізіп тұрған дұрыс. Яғни осы мақсатта бұл мамандықты қолдау міндетті. Ассалаумағалейкум, менің есімім Мадияр Қалбай, 108-ші топ студенті боламын. Сізге бір-екі сұрақ қоюға рұқсат па? Бізде бірінші сұрақ, Қазақстан мемлекетінің онлайн білім беру жүйесі тиімді ме, әлде тиімсіз бе? Сіздің ойыңыз айта кетсеңіз. Менің ойымша тиімді деп санаймын. Себебі онлайн жүйесінде студент өзіне қолайлы уақытта кіріп, сабақтан білім ала алады. Және де онлайн білім беру жүйесінде бір артықшылығы ол ауылдық жерлерде оқитын студенттерге сабақ ала алады да, өзіне керек уақытында кіре алады. Көп рахмет, сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен есімім Бергер Махамбет болады. Мен 108-ші топтың студентімін. Мен сізге қойғым келген қазіргі актуалды сұрақтардың бірі. Біздің Қазақ ұлттық университетінің білім жүйесі қазіргі заманға сай ма? Әрине сай болып келеді. Қазақ ұлттық университеті жалпы тарихы мол древний университеттердің бірі болып саналады. Оған дәлел Қазақ ұлттық университеті әлемнің үздік университеттерінің 170 орнының қатарына кіреді. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Сізге бір сұрақ қойсам болады ма? Қойыңыз. Қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірін айта кетсеңіз. Қазіргі кезде өзекті мәселелердің бірі жастардың қазақ тілін қолданбауы, ана тілінің дұрыс қолданыста енбеуі, жастардың басқа тілде еліктеп, қазақ тілінің қорлануына жол беруі.
қазақстандағы онлайн білім беру жүйесіне қалай қарайсыз? Онлайн білім беру жүйесіне өте жақсы қараймын. Себебі ол біріншіден бізде уақыт үнемдейді және материалды біз оқушыға көп бере аламыз. Және оның қамтылуын қадағалай аламыз онлайн арқылы. Және осы Алматыда ол өте тиімді, себебі бізде кептеліс көп болғандықтан ол барып келу деген уақыт алмайды, тек сабаққа ғана дейін біледі. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сен сұхбат алсам бола ма? Болады. Менің сұрағым, қазіргі актуальны болып жатқан АЭС салуына көзқарасыңызды атып өтсеңіз. Мен АЭС туралы көзқарасым өте оң. Себебі қазіргі кезде бізде Қазақстанда мынау энергия көзі тапшы болып келеді, және АЭС ол энергияның мол қайнар көзі болып табылады. Сол үшін қазіргі кезде біз референдумда өткен болатын, ол жерде осы АЭС-тің салыну туралы оң көзқарастар қалыптасқан болатын. Және рахмет. Мен сізге бір сұрағым бар еді. Осы гранттық жүйе адамға мотивация бере ме, әлде бәсекелестікті күшейте ме? Мен ойымша қазіргі Қазақстандағы білім жүйесі, яғни грант жүйесі, ол адамға ең бірінші мотивация береді. Яғни сіз грантта оқып жатқан кезде жаныңызда басқа да былайша айтқан кезде платниктар болады. Сіз оған қарап өзіңіз алдыңызға мотивация қойып, ол жерден сіз өзіңізге пайдалы зат аласыз. Сондықтан да ең бірінші мотивация береді, одан кейін білім беруді күшейтеді деп ойлаймын. Рахмет. Саламатсыз, менің есімім Бәкен Марат, 108-ші топтың студенті боламын. Сізге бір сұрақ қойып өтсем, қымбатшылық пен бағаның өсуі халық өміріне қалай әсер етуде? Қымбатшылық пен бағаның өсуі бізде нормальды түрде әсер етуде, өйткені бізде халықтың средний зарплатасы, жалақысы бізде 150 теңгені құрайды. Ол бізде статистика бойынша, ал нағызына келгенде бір 100-120 арасында тоқталады. Ал бағаның өсуі бізде өмір сүруді қиындатады, және қылмыстардың көбеюіне алып келеді, және өз еліне деген қанағатсыздыққа әкелуі мүмкін. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе, сізге бір сұрақ қойса болады ма? ұбт оқушылардың білімін әділ бағалайтын жүйе деп ойлайсыз? Негізі жоқ, деп ойламаймын. Неге? Себебі кейбір ұбт-тың сұрақтары оқушылар үшін тым қиын деп ойлаймын. Және де ұбт ол оқушылардың психикасына өте қатты жаман әсер етеді деген ойдамын. Жауабыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, сізге сұрақ қойсам бола ма? Саламатсыз ба, иә. ұбт білім деңгейін нақты көрсете ала ма? Менің ойымша жоқ. Себебі ұбт-ға дайындалу ол тек қана бір белгілі бір жоспарды орындау ғана болып табылады. Бірақ оның адамның в дальнейшем тереңірек білім алуына ол қатты бір көрсеткіш болып есептелмейді деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда көп студенттер ұбт-ға жүйелі түрде жақсы дайындалады. Сол бір информацияны ақпарат жаттап алады, соны тапсырады, одан жоғары балл алады. Бірақ университетке келгеннен кейін ол білімін нақты көрсете алмайды. Себебі университетте одан да қиынырақ, әлі күрделірек ақпараттар болған кезде студенттің қабылдауына ол қиын болады. Сол себепті грантқа түскен кейбір студенттер құлап қалып жатады көп жағдайларда. Жақсы, рахмет көп-көп.